Сәлеметсіздер ме 4-ші сынып білім алушылары? Бүгін біз қазақ тіл пәні бойынша қашықтықта оқыту сабағымызды бастаймыз. Тараудың аты ғарышқа саяхат, тақырыбы ғарышқа жол, өткен шақ. Бүгінгі оқу мақсатымыз стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен анықтап түзету, жазба жұмысын пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық нормаларға сәйкес өз бетінше редакциялау. Етістікті тиісті шақта, өткен шақ, келер шақ, осы шақта қолдану. Оқылым. Адам ерте кезден-ақ ғарыш денелерінің жердегі құбылыстарға әсерін білуге тырысқан. Ғарышқа жол 1954 жылы 4 қазанда ашылды. Бұл күні Кеңес одағында жердің жасанды серігі ұшырылды. Ендеше осы мәтінді қатесіз көшіріп жазамыз. Және де етістіктерді тауып, қашан болған істі білдіретінін, қай жақта тұрғанын анықтаймыз. Мысалы, ғарышқа жол 1954 жылы 4 қазанда не істеді? Бұл жерде етістіктің сұрағы қойылады. Не істеді? Ашылды. Бұл мәтін бізге өткен нәрсені, болып кеткен нәрсені баяндап тұр. Демек, біздің тақырыбымыз өткен шақ. Өткен шақ етістіктері іс-әрекеттің бұрын болғанын білдіреді. Мысалы ретінде мына бейнефильмді тамашалайық. Бұған дейін орындалған әрекеттер өткен шақта жазылған. Мектепте сабақта болдым. Ағылшын тілінен қосымша сабаққа қатыстым. Бассейнде жүздім. Өткен шақ етістіктері не істедім, не істедің, не істеді деген сұрақтарға жауап береді. Жаңа тақырыбымызды пысықтап өтейік. Сөздерді тиісті жіктік жалғаумен сәйкестендіреміз. Мен, сен, сіз, ол жекеше түрде және біз, сендер, сіздер, олар. Биле сөзін жіктік жалғаумен сәйкестендіреміз. Мен биледім. Сен биледің. Сіз биледіңіз. Ол биледі. Көпше түрде біз биледік. Сендер биледіңдер. Сіздер биледіңіздер. Олар биледі. Үй тапсырмасы. Берілген етістіктерді өткен шаққа қойып, сөйлемдер құрап жаз. Оқы, қатыс, біл. Мысалға, мен кеше Аянамен бірге кітапханада кітап оқыдым. Тура осы сияқты қалған сөздерде сөйлем құрап жазамыз. Бүгінгі біздің қашықтықтан оқыту сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.